Бірде аспаннан жұлдыз ағып түсті. Жарқ етіп төменге зымырап, тау баурайында тұрған киіз үйдің ішіне түсті. Таң атты. Есік ақырын ғана ашылды да, таңғы күннің нәзік сәулесі үйдің ішіне жарығын түсірді. Үйде тәтті ұйқыға батқан кішкентай бала жатыр екен. Ұйқысынан тұрып, көзін ашып қараса, алақанында шекілдеуік жатыр екен. Киіз үйден шығып, хош иісті шелпек пісіріп жатқан анасына жүгіріп келді. Ана, мынаны қарашы. Бұл шекілдеуікті жерге отырғызса, одан үлкен, әдемі күнбағыс өсіп шығады, деді анасы. Бала лайықты жер тауып, шұңқыр қазып, ішіне шекілдеуікті көміп тастайды. Кенет алыстан қаһарлы тұяқтың дүрсілі естілді. Айбарлы салтаттылар киіз үйге бет алып келе жатыр. Олардың артынан қауіп қатер жайып, түнерген ауыр қара бұлт еріп келеді. Киіз үйге жақындап, бас салтатты тәкаппар түрмен, бүгін түнде үйлеріне түскен жұлдызды бізге бересіңдер, деді. Қайдағы жұлдыз? Жөндеріңе кете беріңдер, деді баланың әкесі. Онда бізбен барасыңдар, ұстаңдар оларды, деп қарқылдап бұйырды бас салтаттысы. Қаскүнемдер баланың ата-анасын ұстап алып, аманат қып әкетті. Қорқып, абыржыған бойымен бала жалғыз қалды. Жалғызсырап, бала жылап қалды. Бірақ тездете әлін жиып, ата-анасын іздеп жол жүріп кетті. Ұзақ жол жүреді. Бір кезде қараңғы ну орманға жетіп келеді. Сөйтіп жүргенде әне міне дегенше түн де батты. Орман түнгі сыбдыр мен ғайып аң құстардың ию-қиюына толды. Бала қатты қорқып, орман ішімен жүгіре жөнелді. Кенет сүрініп кетіп, төмен қарай домалап түсті. Ұрынып, көңілі қалған бала жылап жіберді. Бір кезде кішкентай орман тұрғындары жиналып, қарап тұрғанын бала аңғарды. Жылауын қойып, анасының шелпегін бөлісіп, бәріне дәм татқызды. Содан оларға мұңын айтып береді. Таңертең баланың кішкентай орман достары оған көмектеспекші болады. Баланы орамалға отырғызып, құстар оны аспанға көтеріп алып, алтын бүркіт отырған таудың ең биік шыңына келеді. Бұл жерге неге келгеніңді білем, деді бүркіт. Мен саған көмектесермін. Мына сиқырлы тасты ала ғой. Ол арқылы ата-анаңды босата аласың, бірақ нағыз қазына өзің отырғызған кішкене ғана шекілдеуік. Одан сиқырлы күнбағыс өсіп шығу керек. Гүлдеп, желектерін ашқанда бүкіл әлем
бақытқа кенерет деді бір күн. Бала ата-анасын көріп көмекке асықты. Бұл кезде қаскүнемдер алдынан шыға келді. Мұнаны алып ата-анамды жіберіңдер деді бала сиқырлы тасты беріп. Тасты түскен жұлдыз деп ойлап, қаскүнемдер алыса кетті. Аш көзді, томағайлық пен зұлымдық бастарын айналдырып, естерінен ауысып кетті. Өздері шыққан зұлмат оларды қайта жұтып қоймағанша, бірін-бірі ұрып, соққылап жәбірледі. Бәрі бір сәтте аяқталды да кетті. Аспан ашылып, күн шықты. Бала жерден сиқырлы тасты көтеріп, ата-анасымен бірге үйге қарай аттанды. Үйлеріне қайтып, бәрін қалпына келтіріп, жайбарақат өмір сүре бастады. Бірде үйлеріне бір соқыр кемпірмен немересі келеді. Баланың ата-анасы екеуін төрге шақырады. Дастархан басында кемпір мұңын айтып береді. Өлім мен үрей әкелі, өлкемізге жау келді. Аман қалған екеуміз ғана, бірақ енді панамыз жоқ. Жесір қалдық. Мұны естіген отбасы кемпір мен немересін бірге туға шақырады. Сонда бала кемпірге сиқырлы тасты сыйлайды. Оны қолын алып еді, сол арада ғажап нәрсе бола қалды. Жылдар бойы жанары сөнген кемпірдің көзі кенет көре бастады. Немересінің қуанышына шек болмады. Осымен ғаламат біткен жоқ. Балалар сиқырлы шекілдеуік отырғызған жерге жүгіріп келгенде, жасыл өскін көреді. Балалар оны суарады. Бұл кезде тап көздерінің алдында үлкен, әдемі, сиқырлы күнбағыс өсіп шығып, жер беті бақыт